Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің Ақжайық телеарнасындағы тікелей эфирдегі брифингімізді бастаймыз. Бүгінгі брифингтің тақырыбы 1000 бала олимпиадасына тіркелу басталды. Бұл туралы бүгін бізге Зәуре Базарғалиқызы Құмарова, Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы басшысының орынбасары, және Гүлсін Ғабдолғазизқызы Дүйсенғалиева, Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы Дарын қосымша білім орталығының директоры баяндайтын болады. Алаңымызға қош келдіңіздер, құрметті спикерлер. Зәуре Базарғалиқызы, сөз тізгіні өзіңізге ұсынамын. Мархабат. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Ауыл оқушыларына арналған 1000 бала ұлттық олимпиадасы белсенді және талантты жастарды қолдау бойынша ел үміті бастамасы шеңберінде іске асырылуда. 1000 бала олимпиадасының мақсаты ауылдық жердегі оқушылардың қабілетін дамыту үшін бірдей деңгейде жағдай жасау. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ағымдағы жылды балалар жылы деп жариялап, яғни бұл шара осы жыл аясында балаларға зор мүмкіндік береді. Олимпиада 3-ші жыл қатарынан өткізіліп келеді. Олимпиаданы Нұрсұлтан Назарбаев және Елбасы академиясы корпоративті қорлары Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігімен бірлесіп өткізіледі. Олимпиада маңызды жобалардың бірі екенін атап өткім келеді. Және бұл олимпиаданың ең басты ерекшелігі бұл тек ауыл оқушылары арасында өткізілетін ауқымды олимпиада және ауыл оқушылары үшін қосымша әлеуметтік лифт болып саналады. Жалпы олимпиаданың өткен жылдардағы еліміз бойынша қорытындысын атап өтсек, олимпиадаға осы 2 жыл қатарынан елімізде 4320 ауыл мектебінен 445 мыңнан астам оқушы қатысты. Әр өңірдің ауыл мектептерінің 638 оқушысы жетекші мектептерде тегін білім алуға мүмкіндік алды. Сонымен қатар 6100 оқушы онлайн форматта білімін қосымша жалғастырды. Енді облыс бойынша олимпиаданың 2 жылдағы қорытындысына тоқтала кетсем, 2020 жылы осы 1000 бала ұлттық олимпиадасына 9000-нан астам оқушы қатысып, олардың ішінен 92-сі жеңімпаз атанса, жеңімпаз атанған 6-шы сыныптың 31 оқушы республикалық физика, математика бағытындағы және облыстың көлеміндегі дарынды балаларға арналған мамандандырылған Назарбаев зияткерлік мектептерде білім алуда. Ал өткен 2021 жылы олимпиадаға облыстан 5000-ға жуық оқушы қатысып, 51 оқушы жеңімпаз атанса, жеңімпаз атанған 6-шы сыныптың 27 оқушысы республикалық физика, математика бағытындағы және облыстың мамандандырылған дарынды балаларға мектептерінде білімдерін жалғастыруда. Жалпы осы облыстың оқушылары олимпиаданың 2 жылында да республика көлемінде алдыңғы қатарда болып, оқушыларымыз жақсы нәтижелер көрсетіп келеді. Білім саласын дамыту бағытында білімді ұлт сапалы білім беру ұлттық жобасының міндеттерінің бірі бұл орта білім сапасын арттыру. Атап айтқанда, өңірлер, қалалық және ауылдық мектептер арасында оқыту сапасындағы алшақтықты азайту. 1000 бала олимпиадасы осы мәселені шешуге бағытталған жобалардың бірі. Сондықтан да осы сәтті пайдалана отырып, ата-аналар мен оқушыларды биылғы жылда 1000 бала олимпиадасына қатысуға шақырғым келеді. Олимпиада қорытындысы бойынша 1000 жеңімпаз анықталады жалпы республика көлемінде. Олар еліміздің жетекші мектептерінде, жоғарыда атап өткенде республикалық физика, математика мектептерінде, білім инновация лицейінде және дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептерде оқуға мүмкіндік алады. 5000 оқушы қосымша сабақтарға онлайн түрінде қамтылатын болады. Мамандандырылған мектептерге орындар Қазақстан Республикасының заңнамасында берілген квотаға сәйкес бөлінеді. Біз өз тарапымыздан біздің өңірде осы аталған олимпиаданы ауыл оқушыларының қатысу үшін барлық жағдайдың жасалғанын атап өткім келеді. Добрый день, уважаемые телезрители. Национальная олимпиада для сельских школьников 1000 бала реализуется в рамках инициативы «Ел үміті» по поддержке активной и талантливой молодежи. Цель олимпиады 1000 бала – это создание равных условий для развития способностей учеников сельской местности. Поддержка потенциала учащихся из отдаленных регионов становится еще более актуальной в свете 2022 года, который президент страны Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев объявил годом детей. Олимпиада проводится 3-й год подряд. Организатором является фонд Нұрсұлтана Назарбаева и корпоративный фонд Академия Елбасы в партнерстве с Министерством образования и науки Республики Казахстан.
Это олимпиада, которая проводится исключительно среди сельских школьников и является дополнительным социальным лифтом для них. Всего по стране за 2 года в олимпиаде приняли участие более 445 тысяч учащихся сельских школ. Охват сельских школ составил 4320. 638 учеников сельских школ из разных регионов получили возможность бесплатно обучаться в ведущих школах. Еще 6100 ребят получают дополнительные знания в онлайн-формате. Хочу остановиться об итогах Олимпиады по области за прошедшие годы. В 2020 году в Олимпиаде приняли участие более 9000 учащихся, из них стали победителями 92. Из числа победителей учащихся 6 классов 31 учащихся обучаются в республиканской физико-математической школе, областных специализированных и Назарбаев интеллектуальных школах. В 2021 году в Олимпиаде приняли участие около 5000 учащихся, из них стали победителями 51. 27 победителей учащихся 6 классов на сегодняшний день обучаются в республиканской физико-математической школе, областных специализированных школах. В Олимпиаде Мыңбала учащиеся области 2 года показывают высокие результаты. Как известно, одна из задач национального проекта «Качественное образование. Образованная нация» – это повышение качества среднего образования. В частности, сокращение разрыва в качестве обучения между регионами, городскими и сельскими школами. В этой связи Олимпиада Мыңбала является одним из проектов по решению данной задачи. Поэтому мы хотим привлечь внимание учителей, родителей и участия к Олимпиаде Мыңбала. По итогам Олимпиады в этом году будут определены 1000 победителей по стране. Они получат возможность обучаться в ведущих школах страны. Это республиканские физико-математические школы, лицеи Блименоваца и специализированных школах для одаренных детей. Еще 5000 учащихся смогут получать дополнительные занятия онлайн. Места в специализированных школах будут выделены в соответствии с квотой, установленной законодательством Республики Казахстан. Со своей стороны хочу отметить, что в нашем регионе сделано все необходимое для обеспечения доступа сельских школьников к участию в Олимпиаде. Рахмет. Келесі сөз кезегі Гүлсін Ғабдулқазизқызы, өзіңізде. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті баспасөз конференциясына қатысушылар. Дарын қосымша білім орталығы облыс бойынша жобаның әдістемелік және олимпиаданы ұйымдастырушылық қолдауын қамтамасыз етеді. Бірінші кезекте олимпиадаға қатысу үшін ағымдағы жылдың 19 ақпанынан 20 наурызына дейін Мыңбала нүкте елбасы академия нүкте kz сайтында қатысушының тіркелу формасын толтыруы қажет. Мыңбала олимпиадасына соңғы 2 оқу жылында Қазақстанның ауыл мектептерінде білім алып жатырған 5-6 сынып оқушылары ғана қатыса алады. Мыңбала олимпиадасына тіркеуді интернет желісіне қосылған кез келген компьютер арқылы орындауға болады. Олимпиадаға тіркеуді ұялы телефон арқылы да жүргізуге болады. Олимпиада 2 кезеңнен өтеді. Бірінші кезең онлайн форматта қатысушы 4-8 сәуір аралығында таңғы 8-ден кешкі 21:00-ге дейін Мыңбала нүкте елбасы академия нүкте kz сайтында тестілеуден өтуі керек. Тестілеу 2 бөлімнен тұрады. Бірінші логикалық ойлау, екінші кеңістіктік ойлау. Тестілеу 40 сұрақтан шамамен 60 минутқа есептелген. Тестілеуден смартфоннан, планшеттен, немесе интернет желісіне қосылған компьютердан өтуге болады. Сондай-ақ қатысушылар тестілеуден өз мектептерінде, үйлерінде, немесе дарын орталығынан өте алады. Өңірлер бойынша ең жоғарғы қорытынды балл жинаған оқушы олимпиаданың 2-ші кезеңіне өтеді. Олимпиаданың 2-ші кезеңі Юстади өңірлік тестілеу орталығының базасында 27-29 сәуір аралығында офлайн форматта өткізіледі. Юстади өңірлік тестілеу орталығының орталығы Орал қаласы Абай даңғылы 103-ші көшесінде орналасқан. Оқушылардың компьютерлік тестілеу өткізілетін орындарға қатысуы міндетті болып есептеледі. Қатысушылар үшін көлік тасымалы, келіп қонуы, тамақтануы ұйымдастырылады. Екінші кезеңде қатысушылар келесі пәндер бойынша академиялық білімдерін бағалау үшін компьютерлік тестілеуден өтеді. Бірінші математикалық сауаттылық, екінші қазақ тілінде оқитын оқушылар үшін қазақ тілі, үшінші орыс тілінде оқитын оқушылар үшін орыс тілі, ағылшын тілі және жаратылыстану. Тестілеу 100 сұрақтан тұрады.
150 минутқа есептелген. Өткен жылдың жеңімпаздары олимпиадаға қатыса алады. Оларға бірден тестілеудің екінші кезеңінен бастап қатысуға құқық берілген. Оқушылар дайындалу үшін бірінші және екінші кезең тапсырмаларының үлгісі дайындалды. Оларды мыңбала нүкте елбасы академия нүкте kz сайтында жүктеп алуға болады. Апелляция көзделмеген. Тағы да айта кететін жағдай, олимпиадаға қатысу тегін. Егер сіз олимпиадаға қатысу үшін ақшалай қаражат ұсынғанын немесе алып жатқанына куә болсаңыз, бұл туралы 8-800-080-48-48 номері бойынша хабарлауыңызды өтінеміз. Қоңырау шалу тегін. Осы номер бойынша сіз жобаға қатысты туындаған сұрақтар бойынша қоңырау шалып жауап ала аласыз. Здравствуйте, уважаемые участники пресс-конференции. Наш центр реализует организационную поддержку Олимпиады в нашем регионе. В первую очередь для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте mыңбала.елбасыакадемия.kz. Регистрация проводится с 19 февраля по 20 марта 2022 года. Напомню, что в Олимпиаде мыңбала могут принять участие только учащиеся 5-6 классов, которые обучаются в сельских школах Казахстана в течение последних 2 учебных лет. Олимпиада состоит из 2 этапов. Первый этап пройдет в онлайн-формате. Период 4 по 8 апреля с 9 часов утра до 21 часа вечера. Необходимо пройти тестирование на сайте mыңбала.елбасыакадемия.kz. Тестирование состоит из 2 частей. Логическое мышление и пространственное мышление. Тестирование состоит из 40 вопросов и занимает около 60 минут. Пройти тестирование можно со смартфона, планшета или компьютера, подключенного к сети интернет. Также участники могут пройти тестирование в своих школах или в центрах Дарын. Участие, набравшее самые высокие итоговые баллы в разрезе регионов, пройдет на 2-й этап Олимпиады. 2-й этап Олимпиады состоит в период 27 по 29 апреля. Тестирование пройдет на базе региональный центр тестирования стадии. В нашем регионе этот центр находится по адресу проспекта Абая 103. Присутствие участия в местах проведения компьютерного тестирования обязательно. Для участников будет организовано подвоз, проживание и питание. На этом этапе участники проходят компьютерное тестирование для оценки академических знаний по следующим предметам. Первый – математическая грамотность. Вторая – казахский язык для участия в казахском языком обучения. Третий – русский язык для участия с русским языком обучения. Четвертый – английский язык. Пятый – естественные знания. Тестирование состоит из 100 вопросов и длится 150 минут. Победителю прошлого года допускается к сдаче тестирования 2-го этапа сразу. Регистрация им не требуется. Для подготовки участия подготовлены образцы задания по 1-му, по 2-му этапу. Их можно скачать на сайте mыңбала.елбасыакадемия.kz. Апелляция не предусмотрена. Еще раз отметим, что участие в Олимпиаде бесплатное. Если вы стали свидетелем того, что кто-то предлагает или взимает денежные средства за участие в Олимпиаде, просьба сообщить об этом по номеру 8 800 080 48 48. Звонок бесплатный. По этому же номеру можно позвонить и получить ответы по возникшим вопросам, касающимся проекта. Рахмет. Құрметті спикерлер, арнайы уақыттарыңызды бөліп алаңызға келгендеріңізге және де мыңбала олимпиадасына тіркелу туралы ақпаратпен толық бөліскендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік. Құрметті телекөрермендер, сағат 11:00-де қайта Ақжайық телеарнасында тікелей эфирде брифингімізді жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.